Жамбыл облысы Меркі ауданында 5 адам табиғи газдан уланып, 2-і қайтыс болды. Алматыда 3 адам газдан уланып қайтыс болды. Түркістан қаласында 4 баласы мен анасы газдан қайтыс болды. Павлодар облысында тұтастай бір отбасы ысты газдан уланып көз жұмды. Бәріңізге сәлем, Ардуино негіздері курсының кезекті сабағына қош келдіңіздер. Анонста көргендеріңіздей, жан түршігерлік жағдайлар болмас үшін, газбен уланбас үшін қандай шаралар жасау керектігін біз бүгінгі сабақта айтып өтетін боламыз. Анонста айтып өткеніміздей, Қазақстанда газбен улану фактісі бойынша жиі қайталанады. Адамдар көп қайтыс болады. Сол деректерді нақтылау үшін Қазақстанның ұлттық экономика министрлігінің статистика комитетінің есебі бойынша 2020 жылы жазатайым жағдайлардан және улану мен жарақат алудан 10.905 адам қайтыс болған екен. Біз бүгінгі жаңа проекті үйрену арқылы газбен улану жағдайы бойынша бір адамның өмірін сақтап қалғымыз келеді. Газбен улану фактісі бойынша көбінесе қалада да және ауылда да жер үйде тұратын адамдар көп зардап шегеді. Жер үйде тұратын көп адамдардың кемшілігінің бірі ретінде ол жерде қауіпсіздік ережелерінің сақталмауы. Үйлеріне газ датчиктерін орнатпайды. Осының салдарынан көптеген адамдар отбасымен немесе жекелеген адамдар улы газбен қайтыс болып жатады. Оны анонста көргеніміздей жағдайлар дәлел. Бірақ та ол жағдайларды болдырмас үшін әрбіріміз жер үйде тұрайық, немесе этаж үйде тұрайық, барлығымыз үйімізге газ датчигін орнатуымыз керек. Өйткені Құдай сақтансаң сақтаймын деген. Сондықтан да әрқайсымыз газ датчигінің қалай жұмыс істейтінін және де осы бүгінгі сабақта біз газ датчигімен әрқайсымыз өз үйімізде қалай жұмыс істеп орнатуды үйрететін боламыз. Менің қолымда ұстап тұрған датчиктің аты MQ2 деп аталады. MQ2-нің бірнеше түрі бар. Ауа құрамындағы газдардың әртүрлі жағдайына байланысты біз білетін қандай газдар бар? Мысалы, табиғи газ, сұйытылған көмірсутек газы, метан, пропан бар, және де оған қоса бізде спирт бар. Спирттен тағы да басқа улы газдар бар. Осыны анықтайтын әрбір үшін MQ2 датчигі бірнеше түрге бөлінеді. Менің қолымда тұрған ол түтін датчигі. Дәл осындай MQ2 датчигінің спиртке анықталған. Оның арақ ішкенін, арақ ішпегенін анықтайтын датчигі бар. Әрбір датчик MQ2 датчигі менің қолымда тұрған түтін. Бөлмедегі өрт қауіпсіздігіне байланысты, бөлмеде қандай да бір түтіннің иісі шығатын болса, түтін болатын болса, онда осы датчик анықтайды. MQ2 датчигінің ішінде не бар екенін анықтап өтейік. MQ2 бұл жартылай өтішті элементтерден құралған. Бұның ішінде қалайы диоксидінен тұратын кедергі резистор бар. Осы резистор ауада белгілі бір қандай да бір газ берілетін болса, ол газдың иісін сезген кезде оның кедергісі азаяды. Мысалы, қарапайым өмірде бұның жұмыс істеу принципі ауада тұрған кезде оның кедергісі 50 килоом болады. Ал егер мен ауаға немесе осы жерде 1% метан болатын болса, онда оның кедергісі 3,5 килоомды құрайды. Ауада қандай да бір өрт қауіпсіздігіне жатпайтын, өрт қауіпсіздігі бұзылған жағдайда улы газ анықталатын болса, оның кедергісі азаяды. Қазіргі таңда мына сөздер трендта. Смарт технология, ақылды үй, умный дом деген секілді сөздер трендта. Ақылды үйге біз өрт қауіпсіздігін алдын алу үшін біз газ датчигін орнатамыз. Газ датчигін орнату арқылы сіз кез келген жерде телефон арқылы, компьютер, ноутбугыңыз арқылы кез келген жерде үйіңізде қандай газ таралып жатқанын, ауасы қандай ол жерде, қандай жағдайларда, мысалы, қонаққа барған кезде газы қосып кеттім бе, әлде сөндіріп кеттім бе екенін білмей уайымдап отыратын болсаңыз, онда сізге осы газ датчигі көмектесетін болады, және де біз бүгін осы газ датчигін сізге үйрететін боламыз. Қалай орнатуды, және де оның жұмыс істеу принципі, және де оны қалай орнатқан кезде қандай скетч жазу керегін барлығын бүгінгі сабақта үйрететін боламыз. Және де бүгінгі сабақ ұнаса, комментарий, лайк, және де осы каналға подписация етіп кетулеріңізді өтінеміз. Проекттің схемасын құру үшін біз Freedom платформасында осы проекттің схемасын құрып алайық.
әуелі бізге керек болатыны микроконтроллер мен бізге макеттік плата. Осы макеттік платаға біз газ сенсорын орнататын боламыз. Кейбір жағдайларда газ сенсорының аяғы 4 аяқ болады, немесе 6 аяқ болады. Кейбіреулерінде кіріктіріп, біріктіріп, яғни встроенный ретінде 4 аяқ береді. Ал кейбіреуінде 6 аяқты береді. Tinkercad онлайн сервисінде 6 аяқты берген, бұнда 4 аяқ. Негізінен 6 аяқ бұнда да. Үстінен басып қосатын болсаңыз, онда 6 аяқ шығады. Көріп отырғанымыздай. Және де біз 5 вольтпен жерге тұйықтайтын бөлікке жалғаймыз, және де біз төменгі бөліктен бірінші шеткі аяғын біз жерге тұйықтаймыз, және де төменгі бөліктегі сол жақ бөлігіндегі аяғын біз аналогтық бөлікке A0 пинға апарып жалғайтын боламыз. Ал үстіңгі бөліктегі бір аяғын біз 5 вольтқа жалғаймыз. Және де осы газ сенсорын, яғни біз газ сенсорын жалғау үшін және де оған қосып жарық диодын жалғаймыз 4 аяқты. Яғни 5, 6, 7 диджитал пиндерға біз RGB жарық диодын жалғап жатырмыз. Схеманы дұрыстап қойсақ және де PNG форматын алатын болсақ, дәл осындай схеманы алатын боламыз. Arduino IDE платформасында бүгінгі проекттің скетчін жазамыз. Әуелі скетчін жазбас бұрын біз схемада құрған, яғни RGB жарық диодтарын қай диджитал пиндарға жалғадық, және де газ датчигін қай аналогтық пинға жалғағанымызды біз скетчте көрсетіп кетуіміз керек. Яғни green, blue, red пиндарды қатар-қатарынша 5, 6, 7 мәндерге орналастырамыз және типін int деп кетеміз. Ал одан кейінгі типқа газ сенсорын біз аналогтық A0 пинға жалғаған болатынбыз, және де біз осы жерде айтып өткеніміздей аналогтық пинға жалғанымызды жазатын боламыз. Және де setup функциясында біз 9600 портты қосып, әрбір қосқан пиндарымызды конфигурация жасаймыз пин-ноут арқылы. Жарық диодтарын пиндарына output, ал аналогтық бөлікке жалғаған пинімізді input, яғни кіріс сигнал ретінде аламыз. Ал одан кейін біз X деп жаңа айнымалар артып, аналог read, яғни A0 пиннан кіріс сигналын оқитын боламыз, және де біз оны serial print ln деп шығаратын боламыз. Және де қосымша айнымалы ретінде бұл шекті мән, яғни 250 деп беріп кетеміз. Бұл шекті мәнді өзгеруі мүмкін, өзіңіз қалаған шекті мәннен. Және де біз digital write деп green жасылды жандырамыз, және де шарт қоямыз. Егер X-іміз үлкен Y-тан болса, немесе тең болатын болса, онда жасылды сөндіріп, қызылды жандырамыз. Ал олай болмайтын болса, онда қызылды сөндіреміз, яғни көк жансын деген пәрменді береміз. Және де 5 секунд үзіліс жасаймыз. 5000 микросекунд. Компиляцияға беретін болсақ, бізде скетчіміз дұрыс шығарады. Tinkercad онлайн сервисінде бүгінгі проекттің практикалық және эксперименттік бөлігін осы Tinkercad онлайн сервисіне жасап көрсететін боламыз. Қалай фризинг платформасында біз проекттің схемасын қалай құрдық, дәл солай қылып Tinkercad платформасында онлайн сервисіне дәл солай құрамыз. Яғни осы газ датчигімен және жарық диодтарын дәл солай қылып біз Arduino Uno микроконтроллеріне жалғайтын боламыз. Жарық диодтарын диджитал бөлікке, ал газ датчигін біз аналогтық бөліктегі A0 пинға апарып жалғайтын боламыз. Көріп отырғанымыздай, біздегі жалғанған мәндеріміз қуат көзден жерге тұйықталу арқылы. Бізде фризинда бізде 4 шықпа болатын, ал бұнда 6 шықпа. Кейбір кезде кіріктіріп, біріктіріп 4 шықпа қаяды, ал кейбір кезде газ датчигі 6 аяқ болып табылады. Көріп отырғанымыздай, аналогтық бөлікке жалғаған A0, ал көріп отырамыз, аналогтық бөлікке кіріс сигнал ретінде input реп береміз. Ал жарық диодтарымыз 5, 6, 7 диджитал бөліктерге пинға жалғанған. Және де катодымыз резистор арқылы жерге тұйықталып отыр.
енді біз осы негізгі мақсаты газ датчигі, яғни шекті мәнді 250 деп беріп кеттік қой. Қазір бізде анықтаған кезде 250 деген кезде ол бізде мән шығару керек. Қазір біз скетчін копировать етіп алып келетін болсақ, Arduino IDE платформасынан жазған скетчімізді копировать етіп алып келіп беретін болсақ, көріп отырғанымыздай енді беретін болсақ, қазір бізде қаншалықты жарық диодымыз қандай түс жанады екен? Қызыл түс жанды, яғни көріп отырғанымызда 300-ден жоғары, 250-ден жоғары, яғни 250-ден жоғары болатын болса, онда бізде жарық диодымыз қызыл жану керек, яғни аварийный ситуация, бізде апаттық жағдай болып жатыр деген пәрменді беріп отыр, яғни бір жерде түтін шығып жатыр немесе өрт болып жатыр деген бөлмеде сондай пәрменді беріп отыр. Сондықтан да егер де бізде мына Y-іміздің шекті мәнін өзгертетін болсақ, қазір яғни қызыл жандырып жатырық, осы 320-дан жоғары яғни болатын болса, яғни жасыл жанып жатыр, көріп отырғанымыздай. Ал егер де оған жақындататын болсақ, онда бізде қызыл жанады, яғни 320-дан жоғарылары қызыл жанады, ал 320-ға дейінгі бізде жасыл жанады, көріп отырғанымыздай. Проектіміздің эксперименттік мәні осындай.